Сәлем қыздар, бүгін мен сіздермен керемет дәмді және өте әдемі көрінетін салаттың рецептімен бөлісемін. Алдымен ананасты және семга балығын турап аламыз. Семганы маринадтаймыз. Тұз, қара бұрыш, аздап зәйтүн майы және паприка 10 минутқа қоямыз. Табаға зәйтүн майын құямыз. Аздап қант сеуіп карамеллендіріп аламыз. Ананасты салып 1-2 минут қуырамыз. Дайын ананасты ыдысқа шығарып қоямыз. Сол табаға қайтадан аздап май құйып, маринадталған семганы қуырып аламыз. Дайын болған балықты салқындатпай, дереу салатқа қолданамыз. Ыдысқа 1 шай қасық балық, зәйтүн майы, кисло-сладкий чили соусы, 1 шай қасық дәнді горчица. Барлығын жақсылап араластырамыз. Тәрелкеге микс салат саламыз, үстіне соус құямыз. Қуырылған семга, ананас, туралған қызанақ және мандарин саламыз. Үстіне тағы да соус құямыз. Бальзамдық крем жағып, семена ілна сеуіп шығамыз. Міне, бізде хош иісті, ашық түсті, өте дәмді салат дайын. Қыздар, жасап көріңдер, жеңіл, дәмді, әдемі, міндетті түрде сақтап қойыңдар, ас болсын. Менің парақшама жазылып, лайк басып, комментария жазыңыздар. Рахмет.